Қалдарыңыз қалай? Сіздермен осылай видеоға шығып, видео түсірмегелі біраз болды. Өйткені күнделікті полный запись қол тимейді. Қазір пациент келем дегенше осы видеоны түсіріп тастасам деген ой туып отыр. Негізі бұл тақырыпқа мен біраздан бері ойланып жүрмін. Неге маған осындай ой келді? Просто тақырыпты айта салайын. Қалай дұрыс стоматолог таңдау керек? Сіздер мысалы қалай таңдауларыңыз керек? Стоматологқа барған кезде оның несіне қарау керек? Соны жағынан мен сіздерге бір кеңес айтайын. Өйткені мен көптеген жалппен келетін пациенттерді көрдім. Олардың тістеріне қарап, ол тісті дұрыс жасамағандығын байқаймын, және сіздерге мысалы бір кеңес айтсам деген ойым бар. Мысалы, шындарыңызды айтыңыздаршы, кез келген нәрсеге баратын кезде сіздер бірінші Инстаграмға қарайсыздар, дұрыс па? Кафе болсын, ресторан болсын, любой нәрсеге барған кезде Инстаграмды қарап бір көріп шығасыздар. Тура сол сияқты бірінші очередь стоматологтың Инстаграмына кіріп көресіздер. Инстаграмына кірген кезде не болу керек? Ол жерде до, после суреттер болу керек. Оның жұмыстарына сіздің көзіңіз толу керек. Және де ол жерде не көресіз? Ол стоматолог жалпы оқитын стоматолог ба? Стоматология саласында әрқашан дамып отпаса, адамдар қалып кетеді. Мен көптеген жұмыстарды байқаймын, ол жұмыстар бұрынғы методикамен жасалынған, СССРский. Значит, ол дамымаған деген сөз, стоматолог. Ол стоматолог даму керек. Оның сертификаттары, оқуға барғандағы видеоларын, фотоларын көріп шығыңыз. Және оның ол стоматологта егерде эндо жасайтын болса, тістің түбірімен жұмыс жасайтын болса, ол стоматологта визиограф болғаны дұрыс. Визиограф дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда рентген. Анау тістің түбірін емдеген кезде ол рентген арқылы сразу пациент жатқан кезде ары бері тасымай, пациент жатқан жерінен түсіретін рентген болу керек. Сол визиограф деп аталады. Бақылап отыру керек. Ол түбіріне жетті ма? Немесе көп жағдайларда баяғыда визиограф жоқ кезде менде де болатын. Қазір менде визиограф бар, Құдайға шүкір. Тістің түбірін емдеген кезде толтырған затымыз тістің түбіне дейін, ұшына дейін жетпей қалады. Егер тіпті 1 мм немесе 2 мм тістің ұшына жетпей қалатын болса, ол жерде бактерия қайтадан пайда болып, ол тіс қайтадан емделеді. Ол тісті қайтадан емдеуге тура келеді. 1 жылдан немесе 2 жылдан кейін шамамен. Сол үшін қайта-қайта емдетпеу үшін дұрыстап толтыру керек. Тістің түбірі не болады, канал болады. Сол каналды дұрыстап түгел жабу керек. Ол шығып кетсе тағы да болмайды. Соны ровнасын білу үшін адамда визиограф деген болады. Әр қадамын рентгенмен түсіріп отыру керек. Визиографы бар ма жоқ па соған мән беру керек. Және пломба салған кезде өкінішке орай көп әріптестеріміз просто былай жалпы айтып сала салады. Мен де қазір суретін шығарам, осылай сала салады әйтеуір. Олай сала салудың қаупі ол пломбаның түсіп қалуына алып келеді. Ол кезде не үшін түсіп қалады? Негізі пломбаны реставрация жасап салған кезде, реставрация жасаған тіс ұзаққа тұрады. Өйткені әр бугороктарын біз бөлек-бөлек қатырамыз лампамен. Реставрацияда көп свет жанады, ал свет ол пломбаны қатырады. Және реставрация ол кисточкамен жасалынады. Пломба мен тістің арасында шел болып қалмау керек. Сол шелді біз кисточкамен бүйтіп жауып, шел қалдырмаймыз. Шелден вторичный кариес пайда болады, усадка береді деген сияқты. Сол үшін пломба салдырғанда желательно реставрация салдырыңыз. Мен ұмытып барадырмын, бұның бәрінен маңызды ол стоматолог кафедрамен жұмыс жасайтын болу керек. Кафедран деген ол өте маңызды. Кафедрамен жұмыс жасаған кезде стоматолог біріншіден ол жерде сілекей ешнәрсе тиіп кетпейді. Сілекей тиген кезде ол пломба ұзаққа бармай түсіп қалады. Пломбаның түсіп қалуының себебі осы кафедрансыз жұмыс жасағаннан. Және де кафедрамен адам ұзақ жұмыс жасай алады. Өйткені сілекей тиіп кетпесін деген қорқынышпен анау пломбаны тез-тез салып жауып жібере салады. Сілекейден тиіп кете ме деп ше, жан-жағын мақта қойып. Ал кафедран болған кезде 1 сағат, 2 сағат ол пациент аузын ашып жата береді. Сол үшін кафедраны бірінші қараңыздар. Ол стоматолог кафедраны қолданбайтын болса, лучше осы жерден қоясаңыздар. Лучше бармай қойыңыздар. Ол қанша жерден мықты болсын, керемет болсын, кафедраны қолданбайтын болса, лучше бармай қойыңыздар. Сіздерге айтатын ақылым осы. Осы айтып жатқандардың бәрін мен қолданамын негізі. Мен қолданғандықтан айтып жатқан жоқпын.
мен осыларға сай болу үшін мен қанша ақша жұмсадым, қанша уақытымды жұмсадым, қанша білім алдым осы деңгейге жету үшін. Мен осы заттардың бар болғандықтан айтып жатқан жоқпын. Осындай заттары бар, осылай жұмыс жасайтын стоматологтар өте көп деп мен өзім ойлаймын. Және де маған жақында бір пациент келді. Кариес средний. Бірақ пломба салғаннан кейін тіс ауырады. 4 күн ба 5 күн ба ауырған. Сөйтіп маған келді. Мен ол тістің нервісін алуыма тура келді. Оны мен қайтадан пломба салып едім, уже болмайды екен. Уже пульпит болып кеткен. Қандай кемшілік болды, қандай кемшілік жасады ол жасаған стоматолог. Мен сіздерге қазір сызып көрсетемін. Ерінбей соңынан тыңдаңыздар. Стоматологиядағы ең маңызды нәрсе. Егер де сіздің де тісіңізге пломба салғаннан кейін сол тісіңіз ауыратын болса, 4 күн болсын, 5 күн болсын, немесе одан да көп ауыратын болса, ол дұрыс емес деген сөз. Врач айтуы мүмкін, кетеді, ол дұрыс, солай болады деп айтуы, ол дұрыс емес. Кламп қысады тісті, оның ауруы бөлек, деснаға давит еткен ауруы ол бөлек, ол бір күннен кейін кетеді, ол тұзды сумен шайып жіберсеңіз. Ал тістің өзінің ауруы ол дұрыс емес. Сол ауру неден пайда болады, мен сіздерге қазір түсіндіріп айтамын, аяғына дейін көріңіздер. Ал кеттік, камераны дұрыстап алдық. Мынау тіс, түбірі, тістің өзі, тістің ішінде нерв болады қандай. Осындай канал, айтып отқан каналым осы. Бұның ішінде бәрі тола нерв. Кариес болған кезде егейді, былай егейді. Кариестің бәрін алады. Кариесте егейді, тазалайды. Енді ол жаңағы мен айтып отқан стоматологтардың қателігі қандай? Мүмкін мені көріп отқан стоматологтар да бар шығар. Енді ондай қателіктер жасамаңыздар. Осы егейгеннен кейін мына жерде майлы қабат пайда болады. Бормен егейгеннен кейін дентиннің майлы қабаты пайда болады. Сол майлы қабатты кетіру үшін біз протравка жағамыз. Протравка деген көк цветті болады, кислота. Сол майлы қабатты кетіру үшін жағамыз. Жаққаннан кейін сумен шаямыз. Сумен шайып кетіреміз. Мына жерде не қалады? Су қалады. Ол суды бағанағы тісті ауыратын жағдайда кептіреді. Воздух бар ғой бізде. Пистолет. Сөйтіп құрғатады. Құрғатқаннан кейін бонд жағады. Бонд деген клей. Клейді жағып, одан кейін барып пломба салады бетіне, дұрыс па? Ал мен қалай жасаймын? Мен кафердамды салам, изоляция, сілекей еш нәрсе тимейді. Протравка жағам, жаңағы кислотаны. Кислотадан кейін сумен шаямын. Сумен шайғаннан кейін мен пылесос бар, сорып аладым. Пылесоспен суды сорам. Сорғаннан кейін спиртпен шаям. Спиртпен қорықпай шаям. Не үшін қорықпаймын? Өйткені адамның аузына тиіп кетпейді. Кафердам ұстап тұр. Спиртпен шайғаннан кейін тағы да сорып алам. Сол кезде спирт не істейді? Спирт мына жердегі қалған судың бәрін буғып шығарып жібереді. Мына жер өзінен өз құп-құрғақ болып қалады. Ал бұның не үшін айтып жатырмын, не үшін мұндай маңызды? Мына дентин қабаттың нелері бар, түтікшелері бар. Нервпен байланысқан каналдар бар. Микроканалдар олай көзі көрінбейді. Микроскоппен қараса ғана көрінеді. Осындай микроканалдар бар. Және микроканалдардың жанында мынандай талшықтар бар. Коллагенді талшықтар осылай шөп сияқты бүйтіп тұрады. Протравкадан кейін осылай бүйтіп тұрады. Ал үрлеген кезде, жаңағы судан кейін үрлейді ғой, олар құлайды. Коллагенді талшықтар бар, құлайды. Құлайды да, мына микронелердің бәрін, каналдардың бәрін дентиндегі жауып қалады. Ал бұның үстіне біз клей жағамыз ғой. Біздің жаққан клейіміз мына жерде қақ болады. Ал ол клей негізі мына дентиннің түтікшелеріне ішіне кіру керек. Мынаның бәрін ішіне кіріп толтыру керек. Сол кезде барып мына нерв пен пломбаның арасында ауру сезімі болмайды. Жаңағы кептірмеген кезде, спиртпен шайған кезде осы коллагенді талшықтар бәрі өстіп тұрады. Ал біздің жаққан клейіміз, бондымыз осының арасынан мынау неге қарай өтеді. Дентин түтікшелеріне қарай өтеді да изоляция жасайды. Яғни ыстық суықты сезбейтін болады. Одан кейін барып төбесіне асықпай пломбамызды сала береміз, реставрациямызды жасай береміз. Сол кезде ешқандай ауру сезім болмайды. Менде даже мынандай нерв көрінейін деп тұрған жердің өзіне пломба салып жүрем, нервті алмай. Осы методикамен.
осы протоколмен. Ешқандай ауырмайды да, еш нәрсе болмайды. Бағанағы шел пайда болады деген мынау тіс, мынау пломба. Осы жерде шел пайда болады. Вторичный кариес, пломбамен тістің ажырайды. Ал мен мына тістің мына жерін ұштарын бүйтіп егеп домалақ қыламын. Сөйтіп реставрация жасаған кезде мен кисточкамен тартамын, кисточкамен былай қарай пломбаны. И менің пломбам домалақ болған тістің үстіне былай келеді. Арада шел пайда болмайды. Менің пломбаларымды байқасаңыздар, пломбасы қайсысы, тісі қайсысы даже ажырата алмайсыздар. Қай жерде шекарасы қай жерде тұр, оның себебі сода. Сол үшін жасататын болсаңыздар, реставрация жасатыңыздар, және де осылай кофердамен жұмыс жасайтын стоматологқа барыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді түсінікті болды деп ойлаймын. Мен қарапайым тілмен түсіндіріп жатырмын. Қарапайым тілмен сіздерге түсіндіріп жатырмын. Көріңіздер өздеріңіз.